Қарызға белшеден батып қайтара алмай қиналған тұрғындарға енді банкрот деп танылуға мүмкіндік болады. Талай уақыттан бері талқыға түскен заң жобасы бүгін мәжіліс мақұлдады. Бұл құжат бойынша кімдердің кредиті кешірілетінін және оларға қандай қатаң талаптардың қойылатынын қаржы министрі айтып берді. Сонымен ел азаматтарының қандай бөлігі қарызынан құтыла алады. Несие аларда үйін кепілдікке қойғандар нені білулері керек? Бірінші рәсім соттан тыс банкроттық рәсімі, оған азаматтардың келесі шарттар бойынша өтініш бере алады. Бірінші, банктер микроқаржылық ұйымдар мен коллекторлар алдындағы берешек 4,9 миллион теңгеден, яғни бұл 1600 ең аз көрсеткіштік есептен аспаса, және екінші ресми кірісі жоқ немесе ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспайтын табысы болса, бұл 36 018 теңге.